Ассалаумағалейкум YouTube көрермен. Бүгін біз сіздермен мына бір JET ЖБП 1264 рейсмус станогына обзор жасаймыз. Не үшін обзор жасайын деп жатырмын? Бұл станок алтай простойда тұрды, жұмыс істеген жоқ. Осы шеберхананы салып атқанда. Шеберхананы салып біткеннен кейін осыдан 2-3 күн бұрын бір операцияны жасау керек боп қосып қалған кезде дауысы өзгеріп бұл станоктың кішкене тоқтың иісі шығып кетті. Бұл не деп тоқты суырдым да одан қайттан қосып қалып едім, қайттан сондай жағдай болды. Что-то моторында дұрыс емес бір нәрсе бар. Бір шетінен бұл станокқа обзор жасаймыз, және де ішек қарын ақтарып көреміз. Кеттік. Алдымен мына бетіндегі крышкасын шешеміз. Крышкасын шешіп алдық. Өз осындай станок. Рейсмусты білетіндер түсінеді. Шаңға толып қапты. Мынандай шаңдар шығып жатыр. Сол шаңдарды алдымен тазалап алайық. Короче, бетіндегі мынандай кожух дейді. Соны снимать еткен. Дальше ашамыз. Мына бөлек шығарып аламын, мына асты бөлек қалу керек. Көреміз, мына мотор не үшін қызылдап жатыр. Соны тексереміз. Короче, шешіп алдық мінеки. Мынаусы бір бөлек, мынаусы бір бөлек. В общем, шешу. Бана болттарын бұрағаннан кейін жұлып алу кішкене қиындау болды. Ұзақтау болды, бір жарты сағатта қиналдым. Короче, мынаусында түгі жоқ осы. 4 стойка. Сосын астындағы сырғанайтын несі. Самый главный анау. Қазір соны көрсетейін. Станок өзі осындайдан тұрды. Анаусы басқасы жоқ, короче. 170 мың ғой. Қазір 200 мың тұрады кезінде. 168 мыңға. Солай. Рейсмус. Профессиональный инструмент емес. Бутауға арналған. Ең арзан рейсмус бұл, былай айтқанда. Ең арзан рейсмусы. Такс. Міне мынау пышағы. Мынау моторы. Мынау ремен тұратын жері. Пышақты айналдырады ремен. Астында мына валдар тоже айналады. Заготовканы сүйрейді. Солай, басқа түк жоқ ішінде. Короче, мотор ременді алып тастадым мына жерде тұрған. Ременмен ойналғанда ес шығады. Ал холостой вроде істеп тұр. Түсінбедім жағдайын, шынымды айтсам.
Холостой біраз айналдырып көрдім да. 1-2 минуттай. Мына ременін сағаннан кейін қосып көрейін деп жатырмын. Қосып көрдім, то есть вроде нормально все. Стептер қалай ойлайсыздар? Мынандай звук енді өз қатты громкий станок болатын. Бірақ иісі шығып кеткен болмай қалыпты, соны уайымдап жатырмын. Вроде нормально. Енді қайттан коробкалерін бәрін жинап ағаш өткізіп көрем. Ағаш өткізгенде иіс шығып бір нәрсе болып отса, онда мотор құрыды деген сөз. Моторға негізінде көп күш түскен жоқ. Дермостанок деген сөз моторы құрылса. Ағайын, көрермен, құрап шықтық. Бәрі орнында, ешқандай болтка иккісін ұмытып кеткен жоқ. Өзіміздің қазақбайшылыққа салынып. Тек мынаусы жет деген значок жұлып тастаған болатын. Может, моторды ашып қалатын шығармын деп. Бірақ моторды ашпадым. Енді осы жет деген значокты ғана клейге орнату керек. Қаланың бәрі өзінің орнында. Болттардың өз орнында, бір особо ми жетпей қалатын еш нәрсесі жоқ бұның. Солай. Қазір енді қосып көреміз. Не болады екен? Бисмилля деп. Вроде нормально істеп тұр. Енді қазір заготовканы өткізіп көреміз. Ол кезде қиналмайтын болса, онда тек қана станок тұрып ішіне шаңдар кіріп, солардың күйіп, солардың иісі шығып жатыр деу ғана болады. Не болмаса мотор айналмай десеге. Мотор айналмай простойда тұрып қалған. Сондықтан сонда жағдай болып тұр деген ойдам. Көрейік, бисмилля деп артынан стружка состы жалғап, заготовка өткізіп көрейік. Стружка состың шлангысы міне, оны қазір артына жалғаймыз. Артына жалғадық. Тестіге мынандай қарағашты өткіземіз. 2 сантиметр қалыңдығы. Ұзындығы бір 40-45 сантиметр. Қалыңдығы не важно? Главное ұзындығы. И ширинасы көп емес. Сонда да таза 2 сантиметр екен. Бұл жерден 2 дегенге қойып алайық та кішкене. Бисмилля деп. Вроде бы нормально. Сәл-пәл иіс бар. Бірақ станок істеп тұр, ешқандай даусында өзгеріс жоқ. Сол істеп тұрғандай өзгеріс. Настройкам қалай болды екен, соны тексеріп алайын. Яғни станок шашып бұрағаннан кейін настройкасы өзгеріп кетеді бұл жерде. 1,2,5 басы, 1,2,5 аяғы. Так, 1,2,5, 1,2,5. Настройкасы дәлме-дәл түсіпті. Бұлай жақсы істеп тұр.
Тфай. Енді бұл енді сәл станокқа сәл көз тиіп қалған сияқты. Бұл мен сіздердің көздеріңізше жұмыс істемедім. Сонда да осы станоктарымызды жұмыс істеп жатқанын көрсетіп, халыққа өзім сияқты шеберлерге көрсетеміз. Ол енді менің мақсатымды дүние қалай жасалу керек, анау қалай жасалу керек, обзорлар жасап көрсетіп жатырмын. Оны мақтан ретінде емес, әрине. Бұны деген еңбекпен табылған нәрсе болғаннан кейін қалай осы сатып алушыларға көрсеткіміз келеді да. Бұл жерден сіздер сұқтанбаңыздар. Сіздердің көздеріңіз, сөздеріңіз тиіп кеткен сияқты станоктарға. Сондықтан тфай деп қойыңыздар. Тфай деп, осы жұмыс жүре берсін деп дұға тілеп қойыңыздар. Сұқтанғанның көзінен сақтасын дейді, сөзінен сақтасын дейді. Енді көре алмай жатқандарыңыз болса, көріңіздер, по-любому лайк басыңыздар. Сіздермен болған ағаш шебері, сау сәлеметте болыңыздар. Комментарий жазуды ұмытпаңыз. Комментарий жаза! Тұр, брат, өшірмей тұра тұр. Андай дұқстарыңыз скотч тауып ағам. Сол дұқстарыңыз скотчпен емлемесін жабыстырып қойық та енді. Насар болып көрініп тұр да. Дұқстарыңыз скотч бар екен. Неге жабыстырмасқа? Әп-әдемі болып тұрсын әкесін. Өзіміздің станогымыз жұмыс істеп тұрған. Қытайдікі болса да Қытайдан жеткір деп қояды дейді ма? Бисмилла. Болды. Заводской ғой, заводской. Салам алейкум. Давайте, до свидания.